ағаштың гүліндей ай, текеметтің төріндей ай, өтіп дәурен бара жатыр, сізбен бізге білінбей ай. Апа, үйдегі бесік кімдікі? Бұл үйде нәресте жоқ қой. Бесік деймісің? Ол бесікте сенің әкең жатқан. Ал кейін сен де жатқансың. Әр қазақтың төрінде домбыра мен бесік тұрады емес пе? Онда қалай болғаны? Сонда әкем жатқан бесікте мен де жатқанмын ба, апа? Иә, Саматжан. Сені де әжең бесік жырын айтып тербетіп өсірген. Бесік жыры дейсіз бе? Әлди бөпешім, ұйықтай қойшы көкешім, сарғасқаның жілігін жіпке байлап берейін, жіпке байлап берейін, әлди ай. Қазақ бесікті киелі зат ретінде қастерлеп, жабуымен келер ұрпақ үшін сақтап отырған. Бала тәрбиесі бесіктен деген атадан қалған өнегелі сөз бар. Әжең айтып беретін ертегілер есіңде болар. Иә, әжем айтқан толағай, ертөстік ертегілері есімде. Міне, баланы ән, жыр, ертек айтып та тәрбиелеп өсіреді. Өсе келе, батырлар жырында оқып бергенмін. Я ата, Қобланды батыр есімде. Екі бөліп ұшырды, ай астында теңгені демейтін бет. Бәрекелді, Саматжан, жаттап талыпсың ғой. Қобланды осылай мергендігімен бала кезінен көзге түскен. Пайғамбарымыз ұл баланы садақ атуға, яғни мергендікке, атқа мінуге және суға жүзуге үйретіңдер деген. Садақ атуға үйренген бала аңшылықты кәсіп етіп, қиын қыстау кезеңде жауға да қарсы шыға алады. Ат, ер қанаты, батырлардың сенімді серігі, әрі мінер көлігі болған. Я ата, Қобланды батырдың тай бұрулы, Алпамыстың байшыбары болды емес пе? Дұрыс айтасың, Саматжан. Ал енді суға жүзуді үйренсең, өзіңе жақсы, өмірде қажет болады. Ата, ал қыз балалардың тәрбиесі жөнінде пайғамбарымыз не айтқан? Тігінде береке бар деген. Қыз бала ине жіппен тігін тігуге, кесте тоқуға, ою-өрнекке үйренсе жақсы. Әрине, үй шаруасына икемді, тамақ пісіруге бейім, инабатты да ибалы қыз боп өссе, елдің көркі болғаны. Жалпы ұл балада, қыз баласы да ата-анасын құрметтеп сыйлауы керек. Өйткені әке асқар тауың, ал анаң кәусар бұлағың. Жұмақ аналардың аяғының астында деген балам. Ал қане, енді қарбыз суаруға барайық. Жүре ғой. Ата, мына жиекке су жібердім. Дұрыс, Саматжан. Суды асықпай, қанып ішсін. Құдай қаласа, ай соңында қарбызда пісіп қалады. Ата, қарбыз неге жолақ сызықтармен бөлінген? Алла тағала қарбызды адамзатқа сусын ретінде жаратқан. Тіліктеп, жеуге ыңғайлетіп бөліп қойған болар. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деген. Өзің өсірген қарбыздың дәмі де ерекше тәтті болады емес пе? Баланы осылай еңбекке баулу, бұл да бір тәрбие. Есіңде болсын, Саматжан. Еңбек адал ас табудың және оның жемісін жеудің жолы. Еңбек етсең емерсің, яғни пайдасын да көресің. Жер анамыздың бізге берер ризық несібесі еңбек арқылы келеді. Ризықтарыңды адал еңбекпен табыңдар деп Құранда да айтылған. Түсіндің бе, Саматжан? Я ата, мен сізге қарбыздар піскенше көмектесемін. Суарамын, арам шөбін жыламын, құстардан қорыймын. Бәрекелді балам, жалқаулық, жатып жерліктен аулақ бол.